Енем менен құтылу үшін немересін өлтірді. Өмірде болған оқиға. Маржан осыдан 5 жыл бұрын тұрмысқа шығып, енесімен бірге тұрған. Бірінші күннен бастап шаңырағына түскен келіншекті жақтырмаған әйел оның үйден кету үшін түрлі әрекеттерге барған көрінеді. Кей кездері тіпті көріпкелдердің көмегіне жүгініп, дуалап тастаған күндері де болыпты. Бұрынғы жолдасыммен жарты жылдай жүріп үйлендік. Ресейден келген қазақтар болатын, аздап орысша тәрбиеленген отбасылардың қатарынан еді. Күйеуім енемнің жалғыз ұлы болғандықтан болар, ол мені алғашқы күннен бастап-ақ дұрыс қабылдамады. Ол аздай түрлі бақсы балгерлерге апарып жол ашқызатын. Сөйтсе, ол жол ашқызбай керісінше дуалаған екен. Ол кезде жаспыз, қайда апарса да көніп жүре беретінмін. Бір күні аяғымның ауыр екенін білдім. Оны жолдасыма да енеме де айттым, бірақ қуанған адамдарды байқамадым. Енем керісінше бұрынғыдан бетер тиісіп, мені одан сайын жек көріп кеткендей болды. Ақыр соңында балам туа бітті сал ауруға шалдығып, 3 айлығында шетінеп кетті, дейді келіншек. Жас ана баласының шетінеп кеткеніне әлі күнге дейін енесін кінәлайды екен. Аяғы ауыр адамды кім емші тәуіптерге апарады, айтыңыздаршы. Қазір ойлап қарасам, сол кезде өзім де іштегі баламды да дуалап немесе қарғап тастаған шығар. Әттең ол кезде бала болдым, әйтпесе өлсем де айтқандарына көнбейтін едім. Балам шетінеп кеткен соң күйеуіммен айырылысып, өз үйіме қайтып кеттім. Сөйтіп жүргенде қазіргі екінші күйеуімді кездестірдім. Одан балам бар, Құдайға шүкір. Кейін бір көріпкелге барғанда менің бұрынғы үйімдегі төсегімнен түйрегіш пен бір уыс күріш табасың деді. Бастапқыда сенбегенмін, бірақ кейін үйге барып қарасам, расында төсектен әлгіндей заттардың шыққанын көріп, шошып кеттім. Көріпкел айтқандай, ол мені де құрсақтағы баланы да дуалап тастаған екен. Қазір екінші күйеуімнің енесі өте жақсы, кең пейілді адам. Бұрын күйеуде болғанымды ешқашан бетіме басқан емес. Керісінше маған барынша қолдау көрсетуге тырысады. Ал әлгіндей әрекетке барған әйелді әлі күнге дейін кешірмеймін. Себебі тұла бойы тұңғышымды осылай айды күннің аманында жер жастандырды. Құдай өзі кешірсін ол адамды. Басқа ешқандай айтарым жоқ.